оған қарамастан бәрібір оны қабылдадыңыз. Арақ ішті, мусорканы аралады, бәрібір соған қарамастан сіз оны алдыңыз. Сен кімсің дедім. Иә, мен де ойлап қалдым, бір аферист біреу екен де қалды ғой. Сол кезде айтқам, мен маған бата беріңіздер, біз үйленейік деп бата берді. Тұра беріңдер өздерің. Сіз 50-де болдыңыз ба? 49 жаста. Ал көрермендер, сәлеметсіздер ме? Менің атым Бибигүл, Бибижан деп YouTube каналында айтам. Бізде бүгін қонақта Ақбота бауырласымыз қонаққа келіп отыр. Бүгін студияға шақырып, Ақботаны, оның куәлігін естіп, өмірі қалай өзгерді және Қалыбекпен қалай танысып, жаңағы Қалыбек 5 жыл бомж болған, оны сіз көрдіңіздер, жаңағы оның алдындағы видео. Қалыбектің әйелі Ақбота бүгін бізбен студияда. Сәлеметсіз бе, Ақбота? Сәлеметсіз бе? Қысылмай айта беріңіз, ұялмаңыз, еркін ұстаңыз өзіңізді, өйткені еркіндік жақсы ғой, наоборот, көбі көрермендер жақсы көреді, простота дейді ғой, орысша айтқанда. Ақбота, рахмет сізге келгеніңізге. Ақбота бауырласымыз, бізге өзіңіздің өмір жайлы айтып бересіз ба? Қалыбекпен қалай таныстыңыз? Оның алдында ол куәлікпен бөлісіп, мен 5 жыл бомж болды. Сіз қандай состоянияда ол кісімен үйлендіңіз? Осы жайлы бөлісіп бересіз ба? Иә, бөлісейін. Ренжімеңіздер, егер мен қазақша кішкене қателесіп айтсам, үйреніп жатырмын, достар, айып етпеңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басып, Құдайға шүкір деп жазыңыз. Өйткені сіздер маған сонымен көмектесесіздер видеоны жоғарыға неге көтеруге. Жарай ма? Рахмет сіздерге. Ал Ақбота. Иә, мен негізі Исламасықке 1996 жылы келдім. Келіп, Құдайды танып, оны біле бастадым. Ақиқат, шындықты біле түстім, осы Құдай туралы. Және де сол негізінде мен жүрегімде тұрмыс құрмаймын деп өзім шешкен болады. Бірақ тұрмысқа шықтыңыз. Иә, бірақ енді Құдайдың еркімен, Құдай маған тамаша күйеу берді. Сондықтан осы Құдайдың еркімен осы тұрмысқа шықтым деп ойлаймын. Себебі мен өзіме солай айтқан едім. Шынымен де мен Құдайға өзімді арнаймын, бағыштаймын. Онымен бірге айтқан орындаймын деп, шәкірті боламын деп өзім шешкен болатынмын. Себебі мен Құдайдан өте құтқару келді ғой маған, жүрегіме азаттық келді. Құдайдан тамаша, қандай керемет аяндар алдым. Осыған, осы Құдайды білмей тұрып өміріңіз қандай болды? Құдайды білмей тұрғанда өмірім быт-шыт болды. Сол быт-шытты. Кішкене сол жайлы айтып кетсеңіз. Болғанда енді 30 жасымда келдім ғой Құдайға. 30 жасыма дейін бірталай нәрсені бүлдірген сияқтымын. 30 жасында. Иә, бірақ жүрегімде ылғи да бір әділдік іздейтінмін ше. Ақиқат, әділдік. Неге бұл дүниеде зұлымдық бар? Неге адамдар бір-бірімізге ашулымыз? Неге сондай жаңағы бір әділ нәрсе болайын деп тұрған кезде бір әділетсіздік үлкен орын алып кетеді? Неге бұлай болды екен деп сол үлкен жүрегімде қатты бір сұрақтар болды. Және де мен жаңағында қазақпын ғой енді, бірақ Алматыға келіп оқуға түстім. Орысша, аса көп орысша білмеймін, бірақ жаңағында оқып жатқан сабақтарымыздың бәрі орысша. Кішкене бізде жаңа тіл жағынан қиыншылық көрдім. Иә, сол кезде неге өзі қазақ бола тұра осы, неге мен орысша оқимын, неге қазақша жоқ мынау Қазақстанда деген көптеген сұрақтар болды. 96 жылға осы Исаға келген кезде алдында былтырда бөлісіп кеткенмін осы жайында. Қалай келгенім туралы, әрине. Өмір сүргім келген жоқ. Сіз жаңа айттыңыз, каналда бар екен сіздің куәлігіңіз. Ол жерде сіз өзіңізді еркек болып сезіндіңіз. Ол қалай болғаны сонда? Еркек бала сияқты ішкі дүниемде сондай сезімдер болды. Потому что мен ағам, өзімнен 1 жас үлкен ағам, мамам деген морякша киіндіріп алатын. Кішкентай кезімде морякқа күшті киіндіріп алатын да. Бір жаққа барса, сол ағамды ертіп кететін, мені тастап кететін. Мен кішкентай болған шығармын. Мен барам деп жылайтынмын артында. Сонымен ұрсып тастап кетеді, сонда да барам деп солай не қылатын да. Сонда мен ойлаймын, жүрегімде ағама деген бір қызғаныш болған шығар. Оны неге алып кетеді? Ол бір моряк сияқты күшті, бір идеал болды да маған ол кезде. Сондай, сол ағама еліктедім. Сол сияқты болғым келді. Жаңа мамамнан сондай сүйіспеншілік алғым келді. Маған да сөйтіп морякша киінді. Мамаңыз сүйіспеншілік берген жоқ па сізге? Жоқ, берді ғой енді, бірақ ана еркек балаға
басқаша береді. Негізінде біздің менталитет бойынша қазақтарда. Иә, ол кішкене ер баланы кішкене не қылады. Қыз баланы былай не қылмайды, бәрі жақсы, но ертіп алатын, қасына тастамайды. Bir жаққа барса, қонаққа барса, ана киіндіріп алған моряк сияқты киініп алатын да, сол көз алдымда елестейтін. Сол қызығып қарап тұрғанымда бар, сол ағам сияқты болам дедім бекен, сол ойларым сол кезде өзгерген сияқты, дұрыс емес жалған бір ойлар келген болу керек. Еркек болуға ма? Иә, сол ағам сияқты болуым керек. Сол кезде мен больше мен мамама ұнаймын деп. Бірақ мен әкем өте қатты жақсы көрді. Еркін ұстады. Мен герзовый етік кием десем, герзовый етік әкеп беретін. Ол не деген сөз? Герзовый етік деген ана сапожка, мужской сапожкалар бар ғой, мынандай герзовый етіктер, солдаттар киетін етік сияқты. Бұрын біздің кішкентай кезімізде сондай жаңағыда балшықта да, суда да жүріп кие беретінбіз. Сонымен жаңа ағама не алса, қандай киім алса, маған да солай алады. Оның басын тоқырлап алып таста, мен де шашын басымды давай тоқырлап алып таста деп жылап отырып алатын. Сөйтіп, в общем, мен сопернигім болған сияқты. Қанша жасқа дейін сөйтіп? Ол где-то бір 4-5 классқа дейін шығар. Содан есейгеннен кейін ол мені қалдырып, ұрып тастап кететін. Атпесе артынан қалмайтын жаңағы. Көбінде сол ағама еліктедім ау деп сөйтіп ойлаймын. Сіз жастайыңызда есірткі шектіңіз ба? Жоқ, есірткі шекпедім. Қалай сонда Қалыбекпен қалай танысып жүрсіз? Өйткені ол неде болды ғой? Реп-центр ма? Реп-центрде болды. Сіз онымен қалай танысып жүрсіз? Негізінде осы 2011 жылдары осы біздің қауымға, Құдайға сенетін орынға бір 10 шақты далада жүретін бомж деп айтпаңдар дейді, но енді солай түсіндіруге тура келіп тұр. Қаңғыбастар ғой, қаңғыбастар. 10 шақты адам келді. Ол кезде сол кезде бізде бір 6 айлық жаңағыдай кітап оқу курсы болды. Сол кезде жаңағы солармен бірге бұл да бірге келді. Сол адамдардың бәрі сол жылдар бәрі оқыды сол жерде. Бірақ сіз уже ол жерде уже как? Мен ол жерде рухани қызметкермін, жетекші болып сол жерде әйелдерді жетелеп сондай бір көмектесіп, сондай адамдарға көмектесіп солай қызмет етіп жүргенмін. Бұл сол жерде сол адамдардың бәрі көп сол жерде кетті да, Қалыбек қана қалып қалды. Ол жерде сол оқуды оқыды, бітірді. Сол жерде күзетте жаңағы отырып, кел кітап оқып, сол жерде жаңағы біздің қауымда сол жерде қызмет етіп жүрді. Кішкене өмірлі өзгергенде басында осылай елемейтінмін. Енді ол кезде даладан келген, үстінде киімдері жыртық, носкилері жыртық, бір шлепкінсі, сондай енді қиын жағдайлары, өте арық. Жүрегіңіз ауырды ма? Басында елемен, мен бірақ таңғы сағат 6-да ерте тұрып, Құдайға сыйынатын жерде мінәжат етеді. Ғибадатханада мен мінәжат етіп үйге келетін таң ертең. Сол уақыттарда бұл күзетте тұратын ғой, мен таңғы сол кезде бұл ана есікте тұратында бір комплименттер айтатын постоянно. Иә. Мен басында комплименттерді аса не қылмадым. Соң бір күні что-то ана комплименттер действие етіп жатыр ғой деп қойды. Қандай ол комплимент айтты? Есімде жоқ, бір әйбат комплименттер айтты. Әйелдерге ұнайды ма? Иә, бір артистерге ұқсайсың деген сияқты. Анау біраз уақыт өткеннен кейін біз үйленетін болып шештік. Жоқ, тоқтаңыз, ол жерін маған Алеша айтты. Алеша бұл менің досым, бауырласым. Ол айтты, бір әйел туралы айтты маған. Құдай оған айтты, ана бомжды ал деді, өлен деді соған. Дұрыс па, сол ма? Сіз емес па ол? Мүмкін мен шығармын, бірақ дұрыс жеткізілмеген шығар. Сол жерде бір кісі болды, повар болатын. Сол бір күн шақырып алып, мынау жігіт өте жақсы жігіт, оқу біткеннен кейін бұл қайда барады, соны сен үйіңе алып кетші дейді ғой маған. Содан мен айттым, странно, мен қалай оны үйіме алып кетемін деп. Солай айттым, білмеймін, пока мен оны алып кетемін. Бірақ енді мен жүрегімде мынандай болады, күрес болып кетті. Құдай маған сенің күйеуің осы жігіт болады деп айтқан болу керек. Бірақ мен оны осы жігіт жаңағы Қалыбек, иә. Сосын мен оған айттым, жоқ деп сөйтсем, жүрегім алай дүлей быт-жыт болады. Болды, иә десем, тынышталып қалады жүрегім. Бұл не нәрсе түсінбеймін да, бірақ өз-өзімен күресіп жүремін. Бірақ бұның өмірі әлі де сол бұрынғы қалпынан әлі өзгере қойған жоқ. Әлі де анамда тығылып
өзүнүн жаңа ішетін ішіп қоятын, сөйтіп жүрді. Сіз үйлендіңіз ба сонда? Бірден үйленгеніміз жоқ қой біз. 2011 жылы бұл келді ғой. Біз сол жылы январда келді. Біз сол жылы таныстық. Ақырын танысып, бірге жүріп, солай өзінің историясын айта бастады. Оказывается, далада жүрген бомждар, олар деген өздеріне образ жасап алады екен. Что басқа адамдар тиіспеу үшін олар мынандай бір нені киіп алады екен да, мынандай соның ішінде үй сияқты отырады екен. Өзін жаңа мен мақтаман бұрынағы зектер болушы еді ғой, сондай адамдар содан қорқады деген сияқты. Мен сөйткем, түрмеде отырғам, өйткем, бүйткем деген өте өтірік болатын да соның бәрі ше. Мен құдай, мен қалаймен ондай адаммен үйленеді екенмін, жоқ, мен келісе алмаймын деп сөйтіп жүрдім. Бірақ та сонда да білмеймін, бір күні үйленейік дедім. Жарайды деп келісіп біраз жүрдік. Уже уақытты белгілеп қойдық. Осы июнь айында болатын. Сіз үйленердің алдында оның характерін қандай екенін білдіңіз ба? Біліп тұрмын ғой, оны бүкіл өтірікші деп айтатын. Бүкіл, не біледі? Маған айтады, сен не істейін деп жатсың, адамдар таңғалатын. Сол кезде біз жаңа бәрін үйленеміз, жоспар құрып, осыншама адам шақырамыз. Мен осылай әке шешеммен татуластым, мен осындай үйім бар, Алматыда 35 машинам бар, мен осылай деп маған сөйтіп мақтанып. Қазақтар мақтанып. Мен бірақ оның бәрін бар ғой, бір талында мен оны ойламаппынша. Күмән болған жоқ менде, бір мына адам мені алдап отыр-ау. Сізді алдап отыр. Мен өйтіп отырам, ондай түк болмаған ғой. Соңғы бір жақындап, уже сосын июнь айының кезі болады. Жақындаған сайын өзгере бастады. Өзгеріп жатқанын көріп жатырмын да. Жақсы жақын. Менің бағушымен, менің жаңа рухани жетекшімен, оның рухани жетекші екеуі төртеуміз кездеспекші болғанбыз ғой осы үйлену жайында. Жақындаған сайын мен бір күні қарасам, мойнынан жіптің ізін көре бастадым. Ақырын өзіңді қол жұмсадыңыз. Сондай сияқты. Сондайды бүйтіп байқай бастадым, жақындаған сайын. Тіпті жақындаған кезде, қалай айтсам болады, міне бүгін кездесеміз деген уақытта мен жаңа рухани жетекшінің үй жағында мусоркада жүрген. Мен квартира жағымда жүрген. Соңғы маған звондады жаңа жетекшім. Точно свадьба состоится деп орысшалап сөйтті да, қалжыңдап. Деп сөйтіп айттым. Сол кезде болмайды ау осы свадьба деп сөйтті маған. Что-то маған келші бері қарай, мен оның үй жағында тұр. Қызық болған да, ол орбитада. Мен кешегі жерде соның төңірегіндемін. Содан сразу маған келіп кетші, қазір екеуміз ұстап алайық. Мен бардым, как раз машинаны келдім, соның алдына келіп қоя салдым дейді. Аси болатын, бұрын қазір Казгаса дейді ғой. Соның алдына қоя салдым да, соны мен жаңа жетекшімен барып сөйлесіп тұр едім, бірақ жаңа қуыстан шықты бұл. Шығып келатты да, машинаны көрді, қайтадан кері қашты. Сіздерді көріп қойды. Бізді көріп қойды. Менен қашып жүр ғой. Маған бірақ звондасам, қазір барам, міне тұрым деп сөйткен ғой. Содан кейін артына жүгіріп бардым, қолымда бір пакеті бар екен. Пакетінде ішінде 2 бутылка арақ пен бір жап-жаңа жіп бар екен. Мынандай бір где-то бір 2-3 метр ма, сондай жіп болып, жіпті алдым да, бір-екі рет былай ұрып жібердім да, пакетін бердім да, кеттік дедік деп бұрып кетіп қалдым. Сонда сіз оған қарамастан бәрібір оны қабылдадыңыз. Арақ ішті, мусорканы аралады, бәрібір соған қарамастан сіз оны алдыңыз. Содан кейін енді осындай состояние, осыдан кейін менде үлкен стресске түстім ғой. Потому что мен үй жақта үйленемін, той болады, жұмыс орындарыма сондай не той болады, бәрі үшін дайындалып жатырмыз деп айтып жүрмін ғой енді. Сондай деп. Соның бәрі деген енді қарасаң деген. Мен үшін де бір стрессовый состояниеға түстім. Екі аяғым дірілдеді да, бүйтіп ұстай алмай қалды бүйтіп. Жаңағы осы істен кейін да. Сонымен бір как будто екі тіземмен жаңағындай жерге отырып былай сөйтпесем де далада тұрмын ғой, бірақ мен соны рухымда көріп тұрмын да, солай болып. Сондай состояниеда болдым. Біраз солай жүрдім, содан бұл кетті. Жаңағы менде бір пластинкашы. Неге, неужели мен разве осыған достойныймын ба? Мен оның жаңағыда айтып жатқан куәліктеріне, анасына, мынасына бәріне сондай қарамастан мен оған тұрмысқа шығайын деп тұрмын. Өзім түсінбедім көп нәрселерді. Мен әке шешем жоқ деп айтқан маған. Сөйтіп айтты, Содан кейіннен Исаға келгеннен кейін орыс кісілер, кәріс күйеуі, сол кісілер үйлерін беріп қойды тұрғызатын. Дәу коттедж үйлер, жаңадан салынған. Сол жерде бұл тұрып жатты. Сол кезде мен андамда барып апарып тастап алып келіп жерде жүрген кезде мына ненің бойында, Наваидың бойында ана речка бар ғой, речканың төмен жағында қыдырып жүретінбіз ғой. Сол жерде көршінің бір иті болатын.
Тузик деген. Тузик біздің қасымызда постоянно ойнап жүретін. Сол Қалыбек жоқ болып кеткен кезде Тузик те жоқ болып кетті. Тузик те жоқ болып кетті. ит жоқ Жоқ болып кетті. Бір білсе Тузик біледі. Şimdi Тузик қайда дедім. Жаңа үйдің иесінен жаңа әйелден сұрайын да, қайда Тузик қайда десем, какой Тузик дейді. Бір білсе Тузик біледі деп сөйтіп ойладым да. Және осы мен бір нәрсені ұмытып баратырмын, оның алдында жаңа сол қожайын мына неде істейтін Теңгезда. Теңгез, иә, сол жерде мұнай несінде сол жақта істейтін. Сол кісіге бір себептермен бұның папа мамасының аты жөнін біліп қалдым да, сонымен сол кісіге беріп едім. Ол бір 10 минуттың ішінде олардың адресін, телефон нөмірін тауып берді. Мен звондап едім. Сол кезде айтқам, мен маған бата беріңіздер, біз үйленейік деп жатыр. Немене сол 50 келген адамға бата беріп тұра беріңдер өздерің. Сіз 50-де болдыңыз ба? 49 жаста. Жоқ, 44 жаста болдым. Ол менен үлкен. Үйлендіңіз ба соны? Жоқ, содан кейін үйленгенім жоқ. Сіз получается оған арақ ішеді, мусоркада аралап жүргеніне қарамастан сіз оны бәрібір де алдыңыз. Содан мен жаңағында сиындым ғой, мінәжат еттім. Филимонға арналған хат бірақ тарау. Филимонға. Сол Филимонға арналған хатта Паул елші Филимонға хат жазады. Хат жазған кезде ол сол жерде Анисим жаңағы Филимонның үйінде қызметші болып жүріп, үйінен үлкен көлемде қаржыма бір нәрсе ұрлап кетеді. Сөйтеді де ол қашып кетеді. Бірақ солына байланысты ол кезде Римде сол қылмысқа байланысты ол өлімге душар болу керек екен. Бірақ сөйтіп жүрген кезде ол Паулмен түрмеде кездеседі ғой. Жаңағы Анисим түрмеге Филимон Паул арқылы Исаға келді ғой. Үйге жетекші болып сол жаңағы сол жерде жүрген кезде қызметшісі болады. Ол кәдімгідей бизнесмен болған. Еще ол жаңағындай Құдайдың қызметшісі болған. Сол үйден ұрлап қашып кеткенде бір нәрсені айтып үлкен бір не жасап түрмеге түсіп Паулдың қасында попадать етеді ғой. Анисим сол кезде Паул отырып Филимонға хат жазады. Бұл Анисим деген есім пайдалы деген мағынаны білдіреді екен. Бұның өмірі сен үшін де, басқалар үшін де, өз үшін де бұрын пайдасыз болса дейді. Енді Иса Масихке келгеннен кейін оның өмірі сен үшін де, Құдай үшін де пайдалы болады деген. Сөз менің жүрегімде стержень болып тұрды. Құдайдан сөз алып отырмын ғой. Иә, бұл енді сен қанша алдап тастап кетсе де, бірақ енді ол маған келгеннен кейін ол саған да маған да пайдалы болады деп Құдайдан сөз келді. Сөйтіп мен оны іздей бастадым. Іздедім, Қалыбектің өзінің бағушысы болды. Сол кісі іздеді, жаңа үйдің иесі. Көп адам жақсы көрді негізі. Көп адам көмектесті. Сол кісілер іздеді. Бірге іздейік деп сөйтіп бір квадратчик дей ма, бір жерге барып сол жерде маған кейде таксовать еткенде қасымда отыратын. Осы жерде тұра тұршы, мен мына жерге барып бір машинам бар еді, соны көріп келем деп сөйтетін. Мен тұрғызып қоятын да, өзі бір жерге кетіп қалатын. Сөйтсем бұрынғы өзінің жаңағы достарына барып 100 грамм 100 грамм ішіп келеді. Сол сөйтіп келетін. Сол есіме түсті да, сол квадратты іздей бастадым. Ол жерден таппадым. Содан кейін бір достарын білетін, амандасып, мынау осылай деп. Сол кісіні кездестіріп қалдым да, сол кісі айтады да, бір білсем, ол таңертең бір әйел бар деді. Сол мешітте қайыр сұрап тұрады дейді. Вот соның қасында ол, соны тапсаң, Қалыбек тауып аласың деп. Сөйтіп таң сағат 5 жұма күнді күттім әр жерде. Жұма күні таң сағат 5-те тұрып барсам, сол жерде жаңағы сол әйелден сұрадым. Мен білмеймін деп сөйтті. Егер сен қазір тауып бермесең, қазір мен сен қаламын. Соттаймын деймін. Иә, қазір көресің, сен апарам. Айтып жатырмын да. Содан ол маған анау жерде тұр деді. Жүгіріп барған, айланып келсем, жоқ барған жерімде. Қайтып келсем, қаш кетті. Ана жерде таңғы сағат 5-те бизнесмендер келеді екен да, ақша тастайды екен ғой мешітке. Ол сол кезде келеді екен бұлар. Жаңа бір бизнес маған қарайды, анаған қарайды, ойлайды ғой деймін, ананың крышасы екен деп тұрғызып қойды екен дедім. Содан ана жерде бір әйел айтады, берсеші деп, ақша бермей кетіп бара жатыр ғой. Берсеші, қазір мыналардың бәрі кетіп қалатын болды, айтсашы деп сол айтып жатады да. Жанында тұрған әйел. Кешем қашып кетті, соны кетіп қалдым, жұмысқа бардым да, сол сағат 2-лерде жұмыстан қайтып келетінмін. Неден тауып алдым? Светофорда напротив кездесіп қалды жаңағы әйел. Соны барып ұстап алдым да. Саған қанша не үшін керек болды? Мен түсінбеймін. Тастап кете бермедіңіз ба? Арақ ішеді, ұрлайды, өтірікші. Не қыласыз сондай адамды? Мен мынандай бір нәрсе болды. Жаңа сөз келді, сөзді алып отырмын. Сөзін алдым. Мен енді бұл адамға үйлену түгілі қажеті жоқ. Мен бірақ көмектесейін дедім. Тойда отменить еттіңіз.
конечно оның атымен болды. Şu жерге барсақ, мына үйдің арасында қара пәлте кигізіп қойған, басында жарты бутылка араққа мынандай баклажкаға тастап қойған спиртін. Сол жерде жатыр. Содан айттым, мен саған последний раз келем дедім. Жүрсең жүр, жүрмесең қой деп. Қал дедім. Деп сөйттім. Жүріңдер, екеуің де жүріңдер дедім. Мен сендерді жақсы жерге орналастырамын дедім. Репцентрге бардым. Сөйтіп айттым. Сөйтіп бірақ бұл тұрды да мен артымнан жүрді. Ана әйел артынан жылап ла деп айтып бірдеңелер айтпағанды айтып келе жатты. Біз кеттік те отырып кетіп қалдық. Барды да жаңағы үйге қайтадан барды да, сол жерде біраз ұйықтап алды. Мен отырмын. Бірақтан тұрған, мен кеш батып барады, мен қорқа бастадым. Мен қойып тұрғызып алайын. Бұл тағы да арақ сұрады мен. Арақ алып бер деп. Содан кейін мен жаңа бағушыға звондадым, сөйтіп айттым, мен қазір арақ алып беремін, қайта сұрап жатыр дедім. Мен мас қыламын да қазір алып келемін дедім. Делай, что хочешь деді. В общем, сізден сұрайын деген. Сіз қазір үйлендіңіз оған. Осыны айтып беріңізші, қалай жеттіңіз соған? Сіз білесіз бе, мен мына жерде образ көріп отырмын да. Мысалы, сіз бәрібір Қалбекке тұрмысқа шықтыңыз. Аяғында солай болды ғой, енді жақсы немен бітті ғой. Бәрібір историямен, жақсы историямен біткеннен кейін мен бұл жерде жақсы бір образды көріп тұрмын да. Құдай бізді күнәкар бола тұра қаншама жаман істесек те, ол бізге де сөйтіп қарайды. Исаның қанымен төгілгендіктен ол бізді кешіреді. Қанша күнә істесек те бәрібір Исаның қаны бізді кешіреді. И сол образды мен қазір көріп отырмын да. Сіздің жаңағы Қалыбекке ол арақ ішсе де, ұрласа да, өтірік айтса да, сіз оны бәрібір қабылдап, іздеп, жаныңызға тартып, бауырыңызға тартып дегендей. Тура сол сияқты Құдай да істейді ғой біз жайлы. Мен ең алғаш көрген кезде бір неожиданно бір кітап оқып отыр екен. Соң мен ана кешке жақын қызмет болады ғой, соған продукт әкеліп тастадым да, күзетке мына жерде тұра тұрсыншы, қазір сабақ жұмыстан келесіп алып кетемін деп. Ол басын көтеріп қалған кезде мен оның көзінен бірдеңе келіп те лып етіп менің көзім кетті. Басында ең таныспай тұрғанда. Басында? Содан солай не қылды да, содан кейін менде жаңағы нәрсе маған деген жүрегіңізге келді да, сол нәрсе бір изюминка, какой-то бір изюминка, бір жақсы бір нәрсе көрдім деп ойлаймын сол жерде. Көзіңізден, кімнің көзінен? Жолдасымның көзінен. Бағушылар да айтты, әйелдер сен не істейін демасың, вообще өмірің быт-шыт қыласың, түсініп тұрсың ба деп сондай. Бірақ енді сол жаңағы репцентрде сразу сол апарып репцентрға тапсырдым. Одан шыққаннан кейін қалай кездестіңіз? Кездесіп жүрдік, ол келіп кетіп репцентрге, олар адамдар қызметке келіп сөйтіп жүреді ғой. Кейін бір жылдан кейін бұл өзі сияқты адамдарға қызмет етіп жеке бір неге шықты. Көрдіңіз өзгерген? Мен көмектесіп жүрмін ғой бұған. Әлі де репцентрге барғанда да оған жаңағындай продуктысын апару керек. Суне паста, носки, анау мынау ешкім жоқ. Соң бір жылдан кейін сөйтіп, соң кейін қайтадан келіп тағы да үйленейік деді. Қалбек па? Соң кейін айттым, извини дедім, қорқамын сен. Үйленбеймін деді. Бір неге апарып, кафеге апарып сөз айтты. Осымен аяқтай салақ болды. Главный аяғынан тұрды. Мен қорқам деді. Мен ары қарай өмір сүре алмаймын деді. Сөйтіп айттым. Содан кейін біз 2016 жылы біз үйлендік. 2011-де таныстық. Жол жаңағылардың бәрі өтті, басымыздан неше түрлі нәрселер. Енді көрдіңіз ғой қандай кісі екен. Ана жақтан алып келдім ғой, жаңа бір кішкене ғана бір нәрсені айтқым келеді. Арақ ішетін? Жоқ, репцентрға әлі де бермердің алдында тағы да жоқ болып кетті. Жаңағы 2 бутылка арақпен жіпті көріс не қылым дедім ғой, жаңағы жіпті алдым да 2 бутылка арағын бердім. Сол кезде тужик білет дедім ғой. Бір күн таңертең деген жоқ болып кеткен, таңертең Навайдың бойында астында машина жүретін жер бар еще. Соны скамейкалар бар, ана жерде отырып демалатын. Сол машина жүретін жолмен жаңа үйлер сияқты ғой, қыдырып жүретін бұрынғы жерде. До конца бар, мүмкін ана жолда түн ішінде ішетіндер, ана кішкене ішіп, пиволарын есілден қалдырып кетеді, сонда ішіп жүреді ғой. Сонымен жоғары қарай шықтым таңғы сағат 5-те. Ара басына дейін бардым, ешкім жоқ. Соң қайтып келе жатсам, жаңағы тужик сол тужик маған қарай машинаға қарай құйғытып келе жатыр ғой. Кәдімгідей біз деген трещина ол мына жақтан жотадан түсті маған қарай. Машинадан андай. Мен итпен онша сөйлеспеппін, бұрмаске. Итпен сөйлесуді тауып бер дедің ба маған? Сөйтіп айттым, тужик қалып кетпеді деп сөйттім. Апарды ма? Ана көрсетті, жаңағы машина жаба салдым да тужиктің артынан жүгіріп. Мен өр болғандықтан анау мен кішкене не қылдым енді. Ол қатты жүгіріп, тоқтап мені күтіп тұр да. Сосын мынандай бір жартас бар екен. Ар жағында сол жартастың түбі үңгір екен. Сол жартасты бүйтіп жан таппай жаңағындай айланып шырайланып сол жартастың несінде мен барғанша сол жерде тұрды.
сол жартасын бүйтіп айланып бүйтіп қарасам ана үңгір сияқты да, сол үңгірде Қалыбек жатыр. иә жатыр сол жерде. Ой, Сол жерден шықпайды, бұл не қылып жатырсың вообще, жаңа үйленеміз деп жоқ болып кеткен кезде сол жерге барып тығып қалған ғой. вау, Құдайдың қандай керемет иә. Содан бірақ кейіннен сол біраз Құдай жұмыс жасап өзгертті, үйлендіруді. Әйтпесе сол кәдімгі қалай көндіңіз сіз мен үйленбеймін дедіңіз ғой, қалай көндірді сізді? Білмеймін, тез болып кетті ғой соның бәрі өзі. Иә. Жарайды үйлене салайын дедіңіз. Бірақ соның өзінде де маған айтты, сен вообще не істеп жатырсың, қойсаңшы деп айтқан болды. Кімдер айтты? Көптеген бағушылар айтты. Бірақ кейін 2016 жылда маған ешкім қарсылық білдірген жоқ. Ол кезде басқаша нәрселер болды. Кеше барып көрген жерде соның ішінде үлкен той болып, сол жерде біздің үйіміз де сол жерде, тойымыз да сол жерде, бәрі сол жерде. Ең бастысы біз кейіннен 1 жылдан кейін Қалыбектің ата-анасына барып, сол жерде бізді кенже қарындасы бізге самолетқа ары бері билет сатып алды да, папасының 80 жылдығына тойға шақырды. Иә, көп жыл, 20 жылдан аса көрмеген ғой. Мамасы Исаға келіпті деп айтты. Иә, сөйтіп сол жерде үлкен примирение дейді, жаңағындай. Құдай туралы жаңағындай. Осы Малахия 4-ның алдын ашайын. Өйткені ол менің өмірімде де сондай әке жағынан татуласу ғой. Иә, татуласу. Иә, үлкен татуласу, бір-бірінен кешірім сұрау, сондай жақсы. Өте Қалыбектің папа, мамалары жаңа благородный отбасынан негізі екен, иә, жақсы кісілер. Қараңыз, Құдай әкелерді балалармен, балаларды әкелермен шын жүректен татуластыратын болады. Амин. Аумин. Бұл пайғамбарлық Малахия айтып кеткен. Иса толмай тұрып еще осы сөздерді қазір ол жүзеге асып жатыр. Мен ойлаймын, Құдай оның өмірі үшін мен дайындаған сияқты алдынан алып кетті деген сияқты. Көрдіңіз ба өзгеріс? Уже тұрмыста қалай болды? Өзгерістер қандай болды вообще? Бұрынғыдай сіз білетін? Жоқ, ондай өзгерістер қатты болды. Иә, жақсы жағынан көп өзгерістер тез болды. Құдайдың даңқы көтерілсе екен деп біздің жеке өмірлеріміз арқылы оны сол үшін бізді таңдап алды ғой енді. Иә, біз Құдайдың даңқын көтеретін нәсілдерсіңдер дейді. Исаның атын көтереміз. Өйткені Иса соған лайық. Көбісі жазып жатыр. Соны істеп жатыр ғой біздің жүрегімізде, ол даңқы ұлылығы көрініп жатыр. Мен айтайын дегенім, Иса тірі. Иса адамның жүрегін қатты өзгертеді. Көбісі мен YouTube каналдан оқимын комментария. Иса ол тек қана жаңағы неден келеді дейді. Судный день дейді ғой. Сол кезде ғана келеді. Бірақ мен сіздерге айтайын, Исаны шақырсаңыздар, Иса келеді. Соны айтайын дегенім, жаңағы мүмкін осы естісе осы видеоны маған көп жазатын адамдар, өйткені олар мен көрдім да, неде. Иса ол қалай, ол тек қана ақыр заманда келеді деп жазады. Мен айтайын дегенім, Исаны шақырсаңыз, киелі рухтың сонша мынандай құдіретті күшті екенін білесіздер ма? Исаны шақырсаңыз, ол жүрекке келіп, қонып, сіздің өміріңізде Исаның атымен мұнажат етіп шақырсаңыз, ол сіздің өміріңізді өзгертеді. Егер сенбесеңіздер, онда солай істеп көріңіздер, сонда көресіздер. Өйткені мен Ақбота Исаны шақырдық, Иса келді. Иса менің өмірімді өзгертті. Иса сіздің өміріңізді өзгертті, дұрыс па? Қалыбектің өмірін өзгертті. Көріп отырсыз ғой, қаңғырып жүрген адам, невозможно ондай адамдарды өзгерту. Бірақ Иса өзгертті. Киелі рухтың күшімен, Құдайдың күшімен. Сол үшін Құдайға даңқ, Исаға даңқ, Исаның атын мадақтаймыз, Исаның атын көтереміз. Бір нәрсе қосып кетейін бе? Негізінде біз тілімізге абай болуымыз керек екенші. Болмыш деп айтып жібердім, кешіріңіздер. Жоқ, негіз жоқ, о жағынан емес. Маған енді біз енді 30-40-тан асқаннан кейін неге үйленбейсің, бажа қайда, анау қайда, қашан күйеу, бала тумайсың ба деген қазақтарда көп естисің. Сөйтіп айтады ғой, содан кейін айтамын, қашан үйленесің, енді қашан деп постоянно айта береді, сұрайды, көрген сайын сұрайды, бар ма біреу деп. Қаңғыбас бір жерде жүрген шығар, қаңғып келеді ғой бір күн деп айтады. Тура сол болды ғой. Қаңғып келді. Вау. Ауыздағы сөзге біз абай болуымыз керек. Қаңғып келді ғой болушы. Я виду. Сонда келіншісің кейінен абай болу. Өзім сөзіме өзім бүйтіп үңіліп қарасам. Жай бүйтіп айта саламыз ғой, бірақ ода деген не бар екен. Жүрген шығар бір жерде қаңғып келеді ғой бір күні деп қоймыш. Келді ғой. Келді ғой. Сондай. Вау, абай болуым керекпіз, дұрыс айтасыз. Рахмет сізге, Ақбота. Құдай батаңызды берсін.
Қалбек екеуіңіз де ары қарай өсіп өркендей беріңіздер. Рахмет осы эфирді тыңдап отырғандарыңызға. Лайк қойып, комментарий жазып, Құдайға шүкір деп жазыңыздар, жарай ма? Сізбен Бибижан болды және Ақбота болды. Рахмет сізге, жаным.